Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кепкен жемістерден өте керемет букет жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, және видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл букетті жасап үйреніп алсаңыздар, сіздерге жақын жандарыңызға болмаса мереке кезінде жасап сатсаңыздар да сіздерге өте керемет таптырмас бизнестің бірі. Мен бұл сабақты сатып алған болатынмын. Енді сіздерге Рамазан айында сіздерге тегін мастер-класс көрсетейін деп отырмын. Енді осыны жақсылап үйреніп алсаңыздар, сіздерге де бұл кішігірім бизнес болады. Ең оңай тәсілмен үйрететін боламын, және жасалу жолы өте оңай. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, өздеріңіз көріп тұрғандай бізге қажетті заттарымыз: қайшы, скотч, сосын пышақ қажет болады, осындай ағаш кесетін секатор қажет болады, және де тіс шұқитын осындай, сосын двойной скотчымыз бар. Сосын шпажка қажет болады. Енді бұны ұзындығын алсаңыздар жақсы, қысқасы да болады. Арғалай ұзын істесеңіздер, букеттеріңіз ұзын, әдемі болып шығады. Енді осыны полигамызды осылай кесіп домалақтап аламыз. Оны сыртын осылай қағазбен орап шығамыз. Арнайы өзі қағаз сатылады. Өздеріңіз көріп тұрғандай бір пачкеде 13 түк болады. Осымен қағазбенен орап, осылай шпажкамызды тығып шығатын боламыз. Кепкен жемістерімізді осылай дайындап аламыз. Кепкен жемісімізді сапалы, жақсысын таңдаңыздар. Сонда сіздердің букеттеріңіз өте әдемі болып шығады. Және де сыйлыққа жасасаңыздар да, сатсаңыздар да негізі сапасына қараңыздар. Сосын міндетті түрде қолдарыңызға қолғап, печатка киіңіздер. Өйткені біреуге жасап жатқан екен, осылай печаткамен жасаңыздар. Өздеріңіз көріп тұрғанда инжирді де осылай екі бөлікке бөлеміз. Кивиді де бөлеміз. Майда болса бөлмей қойсаңыздар да болады. Менікі осындай жалпақ болған кейін осылай екіге бөліп жатырмын. Енді осындай тіс шұқитын таяқшамызды алып, осылай кепкен жемістерімізді тығып шығатын боламыз. Енді кивидің кескен жағына тығасыздар. Өйткені әдемі көріну үшін осылай әдемелеп барлығын тығып шығатын боламыз. Түс қалмас үшін асықпай әдемелеп тығыңыздар. Құрманың тунис деген түрін таңдаңыздар. Өйткені бұл таяқшада, шпатилде де жақсы тұрады. Басқа құрмадан гөрі әдемі көрінеді. Сол үшін осыны таңдаңыздар. Сөйтіп ананасымызда барлығын осылай өздеріңіз көріп тұрғандай тығып шығатын боламыз. Инжирдің осындай кескен жағы емес, керісінше жағына тығасыздар. Сөйтіп барлық кепкен жемістерімізді осылай тығып шығатын боламыз. Өріктің де әдемі жағына қарап тығасыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандай барлығын дайындап алдым. Кепкен жемістерімнің бәрін осылай ағашқа орналастырып, енді осылай өздеріңіз көріп тұрғандай осылай букетімізге барлығын орналастырып тығып шығатын боламыз. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша әдемі қылып тықсаңыздар болады. Түстерін өзіне сәйкестендіріп, мысалы сары менен жасыл бір-біріне үйлеседі. Өздеріңіз көріп тұрғандай бірінші сары, ортасы сары болды, сосын жасыл жапырағы жасадым. Осылай бәрін өздеріңіздің қалауларыңызша осылай тығып шықсаңыздар болады. Оңай жасалу жолы. Біреулер әшейін шпажкаға тығып жасап жатады. Одан гөрі осылай палькаға істесеңіздер, сіздердің букеттеріңіз үлкендеу болып, әдемі, көлемді болып көрінеді. Сол үшін осылай жасасаңыздар болады. Сыйлыққа жасап жатқан екен, осындай арасын алыс-алыс дедім. Енді сіздер бұны нығыздап, бір-біріне жақын жасасаңыздар болады. Осылай өздеріңіз көріп тұрғандай біздің букетіміз дайын болды. Енді оны орайтын боламыз салапанменен. Бірінші салапанменен өзін орап аламыз. Өйткені кепкен жемістеріміз кеуіп қалмас үшін, және де свежий болып, әдемі болып тұру үшін осылай салапанмен ораймыз. Салапанмен орамасаңыздар да болады, бірақ ораған
әдемі көрінеді, және де жемістеріңіз кір болмай, таза болып, сыйлаған кезде де қонаққа апарсаңыздар да ұялмай апаратын боласыздар. Енді осылай салапанымызды орап, жақсылап скотчтаймыз. Салапанмен осылай қаптап шықтым. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі болды біздің букетіміз. Енді оны сыртын осылай қаптаймыз. Осылай корейский қағазымызды аламыз. Осындай 4 бұрышты үлкен болады. Енді оны ортасынан осылай бөлеміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай осылай екіге бөліп аламыз. Екіге бөліп алған қағазымызды осылай енді бүктейміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай видеодағыдай дәл осылай бүктеп шығыңыздар. Енді осыны жақсылап бүктеп, степлермен қыстырамыз мына бетін. Өздеріңіз көріп тұрғандай дәл видеодағыдай жасасаңыздар, сіздердің де букеттеріңіз өте әдемі болып шығады. Осылай төртеуін осылай жасап алдым. Дәл видеодағыдай осылай төртеуін степлермен қыстырып алдым. Енді бізге екі жақтама скотч қажет болады. Двойной скотч дейді ғой. Осылай дәл видеодағыдай осылай жапсырып шығамыз. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңадан көріп менің каналыма видео бөліміне өтсеңіздер, ол жерде көптеген пайдалы видеолар бар, және де алдағы уақытта да осындай керемет лайфхактармен бөлісіп отырамын. Сол үшін менің каналыма тіркеліп, осындай пайдалы видеоларды көріп үйреніп алсаңыздар болады. Дәл көріп отырғандай видеодағыдай жапсырып аламыз. Букеттің де сыртын осылай жапсырып аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай дәл видеодағыдай жасасаңыздар, сіздердің де букеттеріңіз өте керемет болып шығады. Енді бізге секатор қажет болады. Осылай түбін бірдей қылып осылай кесіп шығамыз. Өйткені бір ұзын, бір қысқа болса, біздің түбіндегі қағазымызды жыртып жіберуі мүмкін. Сол үшін осылай бірдей қылып кесіп алыңыздар, және тұрғызған кезде де тұрып тұру үшін осылай түбін бірдей қылып кесіп алып, енді осылай түбін өздеріңіз көріп тұрғандай қағазбен орайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, және де өздеріңіз көріп отырғандай өте әдемі сыйлықтардың бірі. Өз қолыңызбенен жақын жандарыңызға осылай сыйлық сыйлап саңыздар, жақындарыңыз қуанып қалады. Сол үшін өз қолдарыңыздан осылай жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Біздің букетіміз дайын болды. Осылай лента тақып қойсаңыздар болады беліне. Өте әдемі көріну үшін. Енді букетіміз дайын болды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментария жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға алғысым шексіз. Қош сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.